Kuvonchning yenidi pay Navruz berekemen keledi pay Navruz kuvonchning yenidi Navruz көже аңсаған дәмін татып тамсанған үлгі қылсаң ұрпағың салт дәстүрін сақтаған пай Наvruz берекемен келеді пай Navruz kuvonchning yenidi pay Navruz berekemen keledi pay Navruz kuvonchning yenidi қазақтың берекесі Наурыз құтты болсын. Наурыз бұл күн мен түннің теңелетін, жер ананың бусанып теңелетін, жаңаратын мезгілі. Үйлеріңізден ырыс пен береке кетпесін. Самарқанның көк тасы еріген бүгінгі күн барлығымыздың көңілімізді табиғат ананы жібітіп, мейірге бөлесін. Ұлыс оң болсын, ақмол болсын. Бұл күні адамдар өкпе-ренішті ұмытып, бір-біріне ақ тілегін арнайды. Өп келді, жер анаға құт келді. Ұлыс мейрамы күні ақ мол болсын. Наурыз мерекесі құт береке алып келсін. Құтты болсын. Қадірлі әріптестер, құрметті қонақтар, бүгін баршамызды ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесі біріктіріп отыр. Наурыз жаңа жылдың бастауы, табиғаттың жаңаруы, жақсылық пен берекенің мерекесі. Хош келдің әз Наурыз даламызға, сән беріп тұрғандай қаламызға, көктемнің шуақты күндерімен сергіп бір серпілгендей санамызда. Қош келдің, Наурыз! Мұхтар Әуезов атындағы нөмір 86 мектеп гимназиясының директоры Оразбекова Гүлмира Ораловнаға құттықтау сөз кезегі беріледі. Қайырлы күн, құрметті әріптестер, міне асыға күткен өзіміздің ұлыстың ұлы күні әз Наурыз мейрамымыз келіп қалды. Ендеше ұлыстың ұлы күні әз Наурыз мейрамы құтты болсын. Енді сонымен қатар өздеріңіз білесіздер, бүгін енді Рамазан айының міне қасиетті Рамазан айының соңғы күні. Осы қасиетті Рамазан айында тілеген тілектеріңіз, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын, жасаған әрбір игі істеріңіз тек сауаптан болсын. Келесі тек Наурыз айына, ораза айына тек төрт көзіміз түгелдей осы аман есен жетуге нәсіп етсін. Енді Наурыз тек табиғаттың жаңарып, күн мен түннің теңесетін уақыты ғана емес. Бұл береке мен бірліктің, ізгілік пен татулықтың символы. Енді басшы ретінде айтатын болсам, маған ең бастысы тек ұжымның ауызбіршілігі мен әрқайсыңыздың кәсіби еңбектеріңіздің
үлесі бұл ең маңызды, ең үлкен құндылық деп білемін. Сіздердің арқаларыңызда бірлесіп осыға дейін көптеген белестерді бағындырдық. Енді алдыңғы уақытта да сіздермен биік жетістіктерге жетеміз деген сенім мол. Енді жаңа жылымызда сіздерге әрбір шаңырақта әрқайсыңызға тек шаттық, бақ береке тілеймін. Отбасыларыңыз аман, дендеріңіз сау болсын. Жасап жатқан еңбектеріңіз тек жемісті болып, әрбір күндеріңіз жақсылық пен шаттыққа толы болсын. Дастархандарыңыз тек аққа, көңілдеріңіз нұрға толсын. Бірге жасап жатқан осы игі ісіміз, ортақ ісіміз тек алға басып, алдыңғы уақытта да тек мектебіміздің тек биік белестерден тек өркендей берсін, тек мектебіміздің абыройы асқақтай берсін. Енді еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын, ұлыс оң болсын, ақ мол болсын, қайда барсақ жол болсын, және осы Наурыз мейрамымыз баршаңызға құтты болсын. Наурызым тарихы кең, салты ізгі, танытқан талай ғасыр халқымызды, өнер, дәстүр өмірлік серігіміз, ерекшелеп тұратын жалпы бізді. Мектебім қарсы алуда ұлыс күнін, ұстаздар арналуда ырыс бүгін. Табиғатпен қатар келген руханиятым, дүниеніңді дәлелдеген дұрыстығын. Сайысады әр бірлестік өнерімен, көрінсін ортаңызда жан жақты шеберімен. Наурызды той қылуда ұлан асыр, бір бірлестік бәйге алсын беделімен. Мектебімізде ұлыстың ұлы күні аталып өтіп жатыр. Келесі кезекте алдарыңызда әр бірлестік, өнер, салт дәстүр, айтыс өнерлерін көрсетіп сайысатын болады. Сіздерге белгілі таныс, қуат, насихат. Қабыл алыңыздар. Ассалаумағалейкум. Наурыз мерекесі құтты болсын. Сіздерге өзімнің туған жерім Алтай өңірі. Сол жерде Құранды алғаш аударған Халиф Алтай атамыздың сөзіне жазылған Қайран Алтай әнін орындап берейін, қабыл алыңыздар. Өскен жері кір жуып кіндігімді кескен жері дүниенің төрт бұрышын шарласам да есімнен еш кетпейді дариғай өскен жерім жалған. Sağındım, ağlar
жаман ағамыз тілегім дәйім жақсылық досыншы қабылдадыңыз армысың абзал ағалар ағалар жарқын жағалар сіздерде зере болмаса біздерді кімдер бағалар армысың ерке жеңгелер жеңгелер елге өңгелер береке байлық басталай сіздерге кім бар тең келер сіздерге кім бар тең келер армысың құрбы құрдастар сырміне сырлы сырластар сіздерде зере болмаса тамаша үйді кім бастар Армысың балғын інілер ағалар алдан жүгірер інісі кімнің бар болса өнер өрлеп көгерер армысың қарындастарым ақтаман қарлығаштарым сағынып келдім сендерді дарынды жалын жастарым дәрді жалын жастарым жалды сәлем жалпыңа бас иіп ата салтыма қуана қарсы абаға ризамын туған халқыма жалды сәлем жалпыңа бас иіп ата салтыма қуана қарсы абаға ризамын туған халқыма
туғаныңда шұғылыңнан жадыра тәжімнеде саған шексіз адыра аның гүлін қаққанда сәуле қошқан шақтарда жан жүрегім Мектептің алмасы алдаспаны. Алдарыңызда бесік биі мен бастауыш бірлестігі. Үйрен, самғай бер, жалықпа. Алдарыңызда ата дәстүр әні мен ағылшын бірлестігі. Тарихы бар том болған қазына құлашыңдаш
тарихыңды біліп жазыла. Алдарыңызда Нұрсұлтан Шәутенұлы ағамыз. Бағанадан бері енді ән тыңдадыңыздар, қазір өлең тыңдаңыздар. Қазақтың сүйікті ақыны, поэзияның пайғамбары Мұқағали Мақатаевтың тағдырмен бетпе-бет өлеңі. Қабыл алыңыздар. О, Нұрсұлтан аға. Хабар жол саған кеткен елшілерден, ей тағдыр сөйлесейік келші бермен. Қаншама соқпақтарға бастасам да, сенімен сөйлесуді ерсі түрмен. Білесің де, мен саған бағынбаймын, барма тағы беретін зарын қайғын. Көлденеңдеп алдымда тауып от тұрсаң, менің артқан басында сағындаймын. Сондықтан да жібер деп жалынбаймын. Неге жаның ашымайды бір адамға, неге сала бересің бұралаңға? Өз тағдырын өзіме ан емеспен, жұбатпайсың неге сен жылағанда? Жақсылықтың қимайсың қалдығында. Қорлығың ба, бір әлде жарлығың ба? Мен дегенде жыландай жиырылып, керісінше істейсің барлығында. Қандай әдемі поэзия. Білім үйрен, ғылым үйрен, тіл біліп, бос өтерсің, тілді білмей құр жүріп. Алдарыңызда орыс тілі мен әдебиеті бірлестігі. Арайлым Маратқызы ата дәстүрімен. Осы үй әрдайым сіздерге береке әкелсін, өбірлі-шүбірлі болыңдар. Осы бас қала Астанадан өсіп өне беріңдер айналайындар. Енді мынау ерлік деген ас қазақтың ежелгі дәстүрі. Жаңадан көшіп келген туыс-туысқан болсын, дос жаран болсын, көршілер болсын, арнап танысу үшін, араласу үшін берілетін ас. Сол астарымызға бүгін міне шақырып отырмыз. Алып отырыңыздар, келін шай алып келді. Жас отбасы екенсіңдер айналайындар, бізге баласыңдар. Қай өңірден көшіп келдіңдер Астанаға айналайын? Біз Шығыс Қазақстан облысынан келіп отырмыз. Жақсы, тамаша. Мынау Астана деген жастарға арналған қала. Тағы да айтып кетейін, өсіп өне беріңдер. Айтқаныңыз келсін. Астанамыз күні-күнге өркендеп барады. Жас қаламен бірге бізде өсіп өркендейік деп келдік. Мынау ерлік деген қазақтың салты
ежелгі салты. Бұл салттың мақсаты жаңағы көшіп келген көршілермен танысу, араласу, ары қарай қарым-қатынас орнату айналайында. Үйсіп есік ашық, әрдайым келіп тұрыңдар. Бұл дәстүр қазақ халқының қонақжайлығын, бірлігін білдіретін дәстүр. Ұмытпай, осы ұрпақтан ұрпаққа осы дәстүріміз жалғаса берсін. Біз енді жасым... Келесі салт дәстүр құда түсу. Тарих бірлестігі. Қабыл алыңыздар. Ассалам. Құрметті ағайындар, біздер мынау қойы қоралас, ауыл аралас жатқан мынау Мұхтар атауынан едік. Сіздерде қыз бар, біздерде ұл бар деген сияқты жастар жарасып бір-бірменен көңіл қосып жатыр екен. Соған байланысты сіздерге құда түсуге келіп отырмыз, қыздарыңызға. Қалай қарайсыздар? Оған бәйбіше, мынау келешек құда-құдағиға сый-сияпатын жасап, жөн жоралғысын жасаңдар. Келіне қарап тұрмайық, жөн жоралғысын жасайық. Жастар тіл табысып жатса, біздің құда-құдағиларымыздың ешқандай қарсылығы жоқ деп ойлаймыз. Сөзімен сөзіміз жарасса, өзімізбен өзіміз жарассақ, қарсы емеспіз. Жастар бір-бірін тапса, батамды беремін. Жастар тіл табысып тұрса, қарсылығымыз жоқ енді. Қызды ортаға шақырсақ, ал жеңгелері жөн жоралғын жасап, сырға салуды бастай беріңіздер. Мен осы әулеттің үлкен келінімін, аққайынымның тапқан аққуына, абысыныма сырға салу рәсімі маған бұйып тұр екен. Ортаға келсеңіз. Алтыннан сырға тағылар, алтындай таза болсын деп. Бағалы әрі сымбатты әулетке келін болсын деп. Қол ұстасып қайныммен шаттықпен отау құрыңдар. Ақ отаудың ішінде тек бақытты болыңдар. Бақытты болсын. Ал құда-құдағилар біздің сый-сияпаттарымыз қабыл етіңіздер. Құда мың жылдық деген сіздерге арналған сый-сияпатыңызды қабыл алыңыз. Ал үлкен құдағи ортаға шықсаңыз. Ал мынау біздің келініміздің жеңгелерінің сый-сияпаты, қабыл алыңыздар. Бөліп аласыздар сосын. Ал енді құрметті құда, күйеу 100 жылдық құда 1000 жылдық дейді, 1000 жылдық құда болайық. Кәнеки, аумин. Енді қыз ату тамашалайық. Алдарыңызда миф бірлестігі.
Басымызға бақ қонған Алла қалап, бақытты бағалаған ол да ғажап. Аспан асты жерістің тойғып жүрген, ассалаумағалейкум арда қазақ. Қайырлы кеш, құрметті ағайын, туыс, қадірлі қонақтар, әріптестер. Бүгінгі қуанышты кеш екі жастың тағдырын тоғыстырып, ерекше мәні бар салтанатты күн. Бұл аяулы қызымыздың қимастықпен шығарып салатын қыз ұзату тойы. Бүгін біз бір әулеттің ерке қызы, ата-анасының аяулы перзенті Азиза қызымызды ақ босағадан шығарып салып, жаңа өмірге қадам бастырмақпыз. Ендеше құрметті қауым, баршамыз ду-қол шапалақ пен ыстық махаббат пен бүгінгі кештің басты кейіпкері, сұлу да сымбатты Азиза қызымызды шақырайық, қарсы алайық, қол соғайық. Рахмет. Қазақта қыз жат жұрдық дейді. Ендеше біз барша осы жерде осы орайда тұрмысқа шықпаған барша қыздарға жұғысты болсын деп той бастардан қабыл алыңыздар. Қыз ұзату рәсіміне ең толқулы сәтке кезек берейік. Қыз бала үшін туған үйінен ұзап, жаңа өмірге қадам басу оңай емес. Ең бірінші қазір осы жерде біз Азиза қызымыздың әкесінен ақ батаны алайық. Нұрсұлтан аға, ата, өзіңіз бата берсеңіз. Нұрсұлтан, сен сахнадан кетпе. Ұзатылып барасың өз еліңден жыраққа, әр қадамың оң болсын, шығар талай қыратқа. Тастай батып судайсың. Қызымды қиямайды. Білем бізді қимайсың, көңіліңді түсірме. Қыз мұраты кету ғой, көнеміз ғой бәріне. Қадірлеген атаңды кесіп өтпе алдынан. Еніңді де сыйлай жүр, адал бол әрқашан. Қайын жұртқа сыйлы бол, жаратқаның жар болсын. Қосағымен қосағар, айдың көлде тербеліп. Аумин. Аумин, берген батаңыз қабыл болсын, періштелердің құлағына шалынсын. Ендеше күйеу жігітіміз босағаға қарай кірсеңіздер, енді біз келесі кезекте жеңгелерінің сыңсу әнімен Азиза қызымызды ұзатып салатын боламыз. Келген жеріңе судай батып, тастай батып судайсың. Бетіңді ашып тұрған мен, сонау Ринат Зайыптармен қатар айтысқан Ерсін Нұржанұлы ағаң. Енді
қазақ десе арқаланып кетеміз ғой енді. Бір қолдап отырыңыздар. Осындайда халқым барына ризамын. Мектепке келін түсіпті, жиналыпты ел бүгін, жаңа келген жас келін сәлем салып тұрады. Алдыменен ұстаз қауымың ортаға мен шақырамын. Кішкентайлардан баптаған алтын жүрек ұстаздар, адам бастап яға жеткізген сіздердей мына ұстаздар, дәптерді тексеріп көздері талып жүрген ұстаздар, келінге де бүгінгі жақсы баға беріңдер, бестеп баға беріңіздер, сыйластық болсын шашуларыңыз. Ендеше келінжан бір сәлем бастаушыға. Сөз қадірін білетін, өлең жырды жаттатқан келін сізге сәлем салсын. Қазақ тілі мен әдебиеті бірлестігі. Келінжан бір мың сәлем салып қой. Екі мыңдықтар қайда, екі мыңдықтар? Здравствуйте деп бастайды, уроктарынан жасмайды, грамматиканы үйретіп, оқушыларға жарқырайды. Пушкин менен Лермонтовты айтып, қайдағы басты қадырады. Алдарыңызда орыс тілі әдебиетіне бір емес мың сәлем салып қойыңыздар. Ой, әпше, 5 минуттар қайда, 5 минуттар? Тарихты сізге танытқан, ұлы отанды бәрін үйреткен, кешегі мен бүгінгіні, Абылай менен Кенесарыны, балалардың қызығушылығын келінге келінсізге әркез түсіндірген, батаңызды бәрін үйреткен, тарих бірлестігіне Нұрсұлтан ағайлар бастаған бірлестікке мың сәлем! Нұрсұлтан ағай қайдасыз, Нұрсұлтан ағай? Дорлыларыңыз оқпа сақтап қойған. Формуланы үйреткен, басымызды айналдырып, есеп берген кейде ұйқымыз келетіні рас қой. Компьютер шығаратын есепті қиынап қояды әттең ай. Алдарыңызда математика бірлестігі. Салып қой, Асылбек ағайларың бастап, Серік ағайларың қостап, жалындаған Нұрбектер, шіркін пойызын жамдаста бар ғой. Ортаға келегей. Қане. Ауызда шашу керек, шашу деген. Ол кісілерді бағанадан атамақтан, қайранда басшылығын маманбысың. Сіздерден теңгемен сұрау қате деймін, евромен долларлар шықсын қазір. Гүлмира Оралына бастап келіп, Айгүлдің жаңадан келген орынбасар бар. Ақмөлдір Сағынбайына мен Сәния апайлар, Эльмира Райымбековнаны барлығы жақсы көреді. Ләззат Кененовна және де жаңадан келген Мақпал Рысбайымнаға 200 сәлем. 200 сәлем. Енді бастықтар мінекей ортаға. Арнайы сіздерді басқа өнмен таныстырып ортаға шақырып жатырмыз. Бағана бірінші айтуым керек еді негізінде. Шабыт қысып біраз түсінесіздер ғой, арқа қосып дегендей. Айгүл, Әлібековнадай анаңыз ғой, осы сіздің екінші анаңыз болады. Осы кісілерге бет аштырайық деп отырмыз. Міне домбыраға. Батаңыз бар екен, жақсы. Amin.
Наурыз тойдың үстінде келінге бата берейін. Ақ маңдайың жарылып, аса бесін берейін. Елге қылған еселі еңбегіңді көрейін. Ал келінжан ақылды бол, ұстаздардың жақыны бол. Руың мен ұжымыңның бет ұстайтын хатыны бол. Әкімшілік міндеттесе, сен белсенді бол екесе. Директорды кезіктірсең, ізетпенен сәлем еткін, алтын кесіп өтпе сен әсте. Жақсы күндеріміз көп болсын. Ұжымымыз етене бауыр дос болсын. Жаңадан келген жас келін 86 мектептің басына бақыт құсы болып қонсын. Алла, ата, орамал том болмай жол болады дейтін домбыраға өзіңіз бір қыстырып қойсаңыз енді. Менің де еңбегім бар шығар, Ботагөз апайларым ренжіп жатыр. Сіздерге үлесті көп қосып қойды деп енді. Домбыраға байлаңыз енді, әне жерде тұр ғой енді, ағай осындай өтіп көрмей қаласыздар. Әне тұр. Домбыраның енді несі кетпесін дейді ғой, ырымы кетпесін дейді. Жақсы. Алдарыңызда ағылшын бірлестігі. Түбегіңді, шүмегіңді салайын. Түбегіңді, шүмегіңді салайын, денең таза болсын деп. Бас жастықша салайын. Басың жұмсақ болсын деп, екпел жастаншы. Бел көрпеңді салайын. Сымбатты сұлу өссін деп. Тартпа бауды байлайын. Сымға тартқан сүйректей, денең сұлу болсын деп. Жабуыңды жабайын, жел суық тиіп қалмасын деп. Ал енді бесігімізді дайындап алдық. Бесігімізді алыстайық. Бисмиллахиррахманиррахим. Алас, баладан алас. Иесі келді, пәледен көш. Алас, баладан алас. Көзі жаманның көзінен алас. Тілі жаманның тілінен алас. 40 қабырғасынан алас. 30 омыртқасынан алас. Ал бисмилля деп енді бесігімізді дайындап алдық. Енді біз тышты. Ал енді баланы әкеліңіздер, бесікке бөлек берейік. Мойнымдағы тұмарым, тарқамайтын тұмарым, тағдыр берген алсын деп, ақ бесікке салсын деп. Мойнымдағы малжаным, қорадағы малжаным, бесігіне жата ғой, тәтті ұйқыға бата ғой. Балам жатсын бесікте, пәлесі қалсын есікте. Бата берейін. Немерем бесігің құтты болсын, төсегің жайлы болсын. Алла әрқашан жолыңды ашық етсін. Денің сау болсын, өмір жасың ұзақ болсын. Ата-ананың, ата-әжеңнің, еліңнің азаматы бол. Биіктерден көріне бер. Ал енді
Анасы бесікті тербетіп мәлім қыз. Бесікке салу салт дәстүрі болды алдарыңызда, енді қырқынан шығару салт дәстүрі. Алдарыңызда қазақ тілі мен әдебиеті бірлестігі. Анатсым, аялақан сүтеп, анатайым, анатсым, әкемерін әкетсім. Ал құрметті бүгінгі мына ұлыстың ұлы күніне жиналған қауым, барлықтарыңызды бүгінгі мерекемен құттықтаймыз. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын. Осы ұлы күнде өзіміздің бірлестікте болған кішкентай қуанышпен сіздермен бөліссек деген ойымыз бар. Былтыр біздің арамыздағы үлкен анамыз, Көрпе анамыздың ұлы Жансерік пен келіні Азиза бас қосқан болатын. Сол мінекей 9 ай 9 күн дегенде немерелі болып, бүгін міне соны қырқынан шығарайық деп отырмыз. Сіздер білесіздер, қазақ отбасы үшін баладан артық байлық, баладан артық бақыт жоқ. Сол кішкентай нәрестені өмірге келгеннен бастап әртүрлі дәстүрлермен, ырымдармен біз ары қарай қолпаштаймыз өмірінде. Бүгін қырқынан шығару рәсімін біз арамыздағы ұлағатты анамыз Жадыраға табыстаймыз. Енді осы дәстүрмен таныстыратын болсам, бірінші сәбиді нәрестені қырқынан шығару үшін жиналған қауым әрқайсысы жақсы тілектер айтып, 40 қасық суды біз құямыз ыдысқа. Балаңыздың дені сау болсын, Алла пәле жаладан сақтасын. Өмірің ұзақ, ғұмырың мәнді болсын, ақылды, парасатты бол. Елдің елеулісі, халықтың қалаулысы бол. Ғалым болсын, батыр болсын, еліне қызмет етер азамат болсын. Денсаулығы мықты болсын, жолы ашық болсын, несібесі мол болсын. Және осы кішкентай баланың өмірі күмістей таза болсын деп, болашақ жарқын болсын деп, неге күміс жүзіктерді суға саламыз? Елем ғұмырлы болсын, елдің сүйікті азаматы болсын. Әмин. Және баланы осы суға түсіргеннен кейін қырқынан шығаратын кісі оның тырнағын алып және шашын алады. Бұл деген баланың жаңа өмірге қадам бастауын білдіреді. Және жаңағы қырқынан шығарғанда алынған шаш, қарын шаш деп аталады. Оны дөңгелектеп жинап қояды. Алыс жолға шыққанда жолы болу үшін соны киіміне кейде тігіп те қояды.
Ұлыстың ұлы күні наурызда біздің жадырамызды да ырымдап осы баланың қырқынан шығартып жатырмыз. Көп ұзамай біздің жадырамыздың үйінде де осындай қырқынан шығару тойына барады. Және қазақтың дәстүрі бойынша жаңа түскен келіннің анасы, Әзизаның анасы қалжа келген болатын. Соның жаңа мойында, қойдың мойнын біз баланы мойны қатқанша сақтап қоятын боламыз. Мойын омыртқаны мүжіген кезде де ешқандай жігінен ажыратпай, осылайша түзу мүжу керек. Себебі баланың мойын омыртқасы түзу болып тез қатаяды. Өздеріңіз білесіздер, қалжа тойға көбіне ер адамдар қатыспайды, тек әйел адамдар қатысады. Сондықтан осы кішігірім тойымыздың батасын беруді бірлестігіміздің мүшесі, мектебіміздің басшысы Гүлмира Ораловнаға береміз. Кішкентай жұмысты болсын, кішкентайымызға бата беріп берсеңіз. Біздің кішкентай нәрестемізге Гүлмира. Орныңызға отыра беріңіз, отыра беріңіз. Ақсақал, наурыз мерекесі құтты болсын. Отыруға рұқсат па? Ауылымыздың ауыз биі ақсақал деп өзіңізге арнайы ат терletіп келдік. Кеше ғана беташар ашып, осы жерде көрдіңіздер ғой. Жұрттың бәрі улап шулаған келіндеріңіз бүгінде босанды. Олды болдық. Құдай қалап енді ұлыстың ұлы күнінде ат қою деген рәсім бар қазақта. Азан шақырып, ақсақалдың батасын алайық, елдің тілегін алайық деген ниетпенен сізге келіп отыр. Атын қойып беріңіз. Бірден айтпайсыз ба, бірден ба сіздер? Айтсаңызшы бірдеге. Бейбарыс болады, жүрміз. Senin beybarız, atın senin beybarız, atın senin beybarız. Elhamdülillahi. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü la ilahe illallah, eşhedü la ilahe illallah, eşhedü la ilahe illallah Muhammed Resulullah. Senin atın beybarız, atın beybarız, atın beybarız. Qadamın құтты болсын, жолың ашық болсын, ата-анаға қуаныш болып, бейбарыс билей, осы әлемде билейтін, басқаратын адамдай бол. Және де осы жолың ақ болсын, және де осы шаңырақтардың астында, осы атамен, әкесі мен атасына, шаңырақтың астында әрқашанда құт береке бірлік ынтымақ болсын. Аумин. Аумин. Айтқаныңыз келсін. Барлығы болды, болды. Ağımızda mis gibi arasal görüyor. Asıl
рахмет. Енді әріптестер, манадан бері тойдың куәсі болып жатырмыз барлығымыз. Қызымызды ұзаттық, оны келін қылып түсірдік. Ат қойдық, қырқынан шығардық. Енді біз тұсау кесеміз. Ауылымызда үлкен тұсаукесер той болып жатыр. Тойға келген ағайын құтты болсын айтыңыз. Немерені Алла берген, жүрегіне атасы мен әжесіне құйып берген. Тұсаукесер тойларың құтты болсын, көрші болаңдар. Қаз балам, қадам бассаң мәз болам. Күрмеуіңді шешейін, тақымыңды кесейін. Қаз балам, тақымыңды жаз балам. Қадамыңа қарайық, басқаныңды санайық. Қаз балам, жүре ғой. Адамың құтты болсын. Тұсауыңды кесейін, алашықты шешейін, құтты болсын талабың сенің. Өзінің қалауын алғанша, тұсаукесер рәсімін қазақ халқының ол ежелден келе жатқан дәстүр екенін айтып ескеріп кетсем деймін. Ең бірінші тұсауды тоқтының әдемі шегіменен кескен. Келе ала жіппен кесті. Ал қазіргі кезде біз салт дәстүрімізді өзімізге ықшамдай отырып, қызымыздың тұсауын әдемі ала жіппен кесіп отырмыз. Ала жіппен кесудегі себебіміз ешкімнің ала жібін аттамасын. Тоқ жіппен кескеніміз тоқты болсын. Тоқ болсын, еліне қалаулы болсын дегеніміз. Ал енді біздің алтынан кескеніміз алды үнемі ашық болсын дегеніміз. Ал Гүлнарау, немереңнің тұсауы құтты болсын. Шашуыңды, осындайда шашылмаған шашылды қай. Халқына берік болсын антына, есейгенде қымбатты сыйлы болсын жалпыға. Бүлдіршінің тарғау, көп тілеуін қабылау. Тілмен көзден сақтасын, бойға құмартақ тарлау. Қызықтарын қалайы, той думанға тарайы. Бала қайым өселер, ел жұртын алайы. Әмин, қабыл. Ал енді мынау тұсаукесерді білесіздер, тұсау кескеннен кейін менің өзімнің сыйлығым бар кішкентай қызға. Міне көріп отырсыздар барлықтарыңыз. Күмістей жарқырап жүрсін деп күміс сырға. Ал әжесі балаңыздың тұсауын кесті, немереңіздің көрімдігіңіз қайда дегенде. Ал енді жаңағы бата берген әжелеріне ақ жаулықтарымыз. Қабыл алыңыздар. Осындай әжелері сияқты үлкен азамат бола берсін. Байқадыңыздар ма, бірден жүріп кетті. Енді сізге қысаған кез, жылдан кез келген жағдайда проблема тез шешетін жеңіл болсын. Сол сізге шағын ғана сыйлығым бар.
Ал енді кез келген тойда болатындай, тойдан тобықтай демекші, тойбастарымызды қабыл алыңыздар. Тұрылды қазағымның бүгін дәстүрлері, көктем күткен халқымыздың асылынан еді. Берекелі қазақ жері келмеген, дәстүрлерін жоғалтпаған қазағымның ежелгі. Шілдехана бесік той, тұсау бесік сүндет той, ай шіркін-ай. Қолдасы сусырма салым деді шаралар. Алды бақан аясында сұлу көжекпен, қыз қозғала кең даланы әнмен күйдің тербеткен. Енді біз мына ағайындармен ақылдаса отырып, қазақтың салт дәстүрі бойынша екеуіне енші беруге отырмыз. Енші беру дегеніміз бұл тек мал дүние беру емес, ол ата-ананың парызы. Осы парызын орындау сендер. Кән ата-анасы, анасы. Шығып отау құрып жатсын, отауларының шаңырағы биік болсын, терезесі кең болсын, іші толған жанға, сырты толған малға болсын. Мен әр жақтан келген үлкен билердің түсетін үйі болсын. Қадамдарың оң болсын, балам, сүйікті келінім. Мынау біздің ағайындармен ақылдаса отырып, сендердің өздерінің жеке үй шаңырақтарың болсын деп, сендерге Астана қаласында деп қойыз. Пәтер беріп отыр. Әкешім, анашым берген еншілеріңізге көптен көп рахмет. Мен сіздердің сенімдеріңізді ақтаймын. Батаңызды беріңіз. Жалаумен. Шаңырақтарың биік болсын, керегелерің берік болсын, қазандарың оттан түспесін, дастархандарың жиылмасын, іші жанға толсын, сырты малға толсын, ішінде ырыс береке бола берсін. Ол бақытты да, баянды да ғұмыр кеше берсін. Ал енді құрметті ағайындар, өзіміздің әкелген еншімізді бөліп берейік. Мынау ең бірінші біздің келініміз мұғалім принтер. Менің атымнан принтер беріп жатырмын. Принтер деген өте мұғалімге қажет нәрсе. Ал ол қолым. Мынау үйлеріне шай үзілмесін, қонақ үзілмесін, қонақ көп кетсе құт келеді дейді, берекелі болады дейді. Мынандай міне жаңағы шәйнегім бар. Ал абысыныңыз бүгін бөлек шығып жатыр екенсіздер. Сіздер оттарыңыздан қазан үзілмесін деп сіздерге қазан сыйлағалы отырмыз. Құтты болсын үйлеріңіз. Және сонымен қатар шай үзілмесін дастархандарыңыздан, үйлеріңізден қонақ үзілмесін деп. Наурыз той құтты болсын. Өзмай. Уже дастархан қойып жатыр ма? Бәрі отыр, қазір шыға ма? Жүгерлерін көрсетші. Мама сіздікі? Әуезовті абай тартқан бір құдіретті мектептің атындағы Астананың төріндегі нұрлы ордамыз. Міне мерекеден мерекеге жетіп, ұлыстың ұлы күніне келіп жатырмыз. 40 күн, 30 күн ойын, 40 күн тойын демекші.
жаңа айтыс кезеңіне де келіп жеттік. Барлықтарыңыздан бір қошемет болсын енді. Бұл айтыс өнері халық осы айтыс арқылы ойдағы жүректегі наздарын, мына қыстан аман есен шыққандарын, мал күйлерін, денсаулықтарын, бір-бірлерінің бауырмалдығын, құда жекжат туысқандарының барлығын, және де дос жаранды барлығын қас қылғанды дос қылып осы айтыс өнерімен ұлттар арасында да ерекше бір біріктірулер болған қырғыз қазақтың достығы тіпті айтыс қазір әлем сайттарында да жарияланып жатыр. Соны айтысты өркендетіп, жеке бастайық. Ерекше бір жолға қойған жүрсін Ерман атамызды барлығыңыз танисыздар. Осы айтыс өнері енді сөйтіп жалғасып келіп, біздің де мектептен де орын алып жатыр. Былтырда сіздердің наурыз мерекелеріңізде айтыс болған екен. Сол айтыста естідім, қуат насихат жапты. Нұрбек Айтмұхамбетұлы шапты деп. Келмеді, әрине қуат насихат қатысқысы келмеді. Ағамды қайбір қылығы түртті екен, өзі 5 уақыт намазда сүрелі сөздің төркінін түсініп сөйлейтін бір ерекше жан. Сондықтан қуатты көрмесек те биылғы жылы Нұрбекті көреміз деп отырмыз. Алдарыңызда дене шынықтыру бірлестігінің ақыны, көңілді жігіт, ортаның сәні, торғайлық Нұрбек бірінші қатысушымыз. Және де екінші қатысушымыз бастауыш бірлестігі былтыр осы наурыз мерекесінде бас гран-приді еленіп кубокты жеңіп алған екен. Биылғы жылы дұққыратты жасаймыз деп отыр. Енді Құдай бұйыртқанын көреміз. Әзірде шетенді білесіздер, ол бір ерекше көңіл күйді білдіреді, табиғаттың бір ерекше бір заңы. Атына заты сай деп айтпай қойың, ағамның қитығына тиетін жарым. Алдарыңызда Сүлеймен Дауыл ағамыз. Бүгін бір дауылдайтын көрді отырмыз. Айтыскерлердің бәрімізді таныстырып алайық. Бірінші жылымыз отырып алыпты. Дайын екен бірінші жыл. Қазір кезек береміз. Селелім сәлем беру салты ғой ежелділдің. Алдарыңа мен бүгін шықтым мәне, алдарыңа мен бүгін шықтым тағы, арқалап бастауыштай ел үмітін игага. Нұрбек атты нар тұлға, өн бойы тұнған өнер жан тұлға. Жандандырып, салт дәстүрді дәріптейтін бір тұлға. Нұрбек жан, Бақмылдыр ханым қатырды ғой, қарсылас таппай мені терең ойға батырды ғой. Үйренген жау алыспаққа жақсы деп ат, менімен айтысуға Айнұрды да шақырды ғой. Ақындардың барлығын тізіп шықты, ішіндегі асылдарын сүзіп шықты. Сізбенен айтсатын Нұрсұлтан деді, ерсін деді. Алайда айтысуға Нұрбектің өзі шықты. Ассалаумағалейкум армағайын. Наурыз құтты болсын баршағайын. Орыс тіліп бас тартып қорыққан соң, бастау алған бастауыштан айналайын. Миға қонған әрбілім саралансын. Бастауыштың әр тұлғасы даралансын. Бұл айтыста шынында Маржан ұстаз, еңбегіңіз еселеніп бағалансын. Бастауыш
өмірдің бар бұлағы, әліппені үйреткен шамшырағы, әр үйдің тентектерге білім берген, бастауы үшін бақтарын жансın әлі. Астары сынды болып жатыр. Енді Нұрбек пен Мажан апайымыз жақсы қыз бен жігіт айтысын жасай білді дейміз. Қыз бен жігіт емес, бүкіл қоғамның миф бірлестігі мен бастауыш бірлестігі тағы да алты айтыскеріміз келген болады. Ал енді шабыттарыңызға шабыт қосылсын. Сәттілік сіздерге. Әйелмен айтсын, әйел жеңіп кетеді ме? Саламатсыздар ма? Ұстаз қауым, мерекелеріңіз құтты болсын. Ораза айттарыңыз қабыл болсын. 17 жылдан асып кетті. Ораза айттарыңызға, наурызға, аман-есен келейік. Онда айтысымызды бастаймыз. Микрофон жақындатсаң. Айтыс деген ол сөз. Орындалмаған сөз жетім дейді. Ал енді барлықтарыңыз, құлақтарыңыз айтыста әбде болсын ауыздарыңыз. Мен сөздің анасы дегенімдей баршаңызға бас иіп сәлем салдым. Тәртіппен біліміне ой қозғап жоғары көңілге жас ұрпаққа жол сілтеп тәрбиелеп тер төгіп отырған ғой ұстаздарға. Осымен айтыс соңын түйіндейін. Өресінше биік болсын өресі. Бірлестікте Нұрболағай болды чемпион. Биылғы жыл бағасы оның ылғион. Нұрболағайдың атағы Астанаға жетуде, Бәтимада аман-есен аттестациядан өтуде. Ботагөз апай сыр елінің мақтаса, Айгүл Халкенова бәрімізді басқаратын күштісі. Осындай ортаға бір келгенім, есінде шығармашылықтың күштісі. Ал Нұр Сұлтан, досымсың ғой бауырым, кештерде ылғи жүретін тәуірім. Айтыс сағау, ал ендеше айтысайық, қозып кетті арқа дейтін жаурын. Бұл Ерсінжан бірлестігін айтып мақтаған, бірлестігін айтып жақтаған. Мен де айтар болсам жырым көп, айтар болсам сырым көп. Айналайын Ерсінжан, әр бірлестік болғанда, апталығы болғанда, қарап қолда шықпаған. Айналайын Ерсінжан, әдептілік сақтаған, біздің де бірлестік қарап тұр. Айналайын
Ерсінжан эстетикалық бірлестігінсіз бұл мектептің әрбір таңы бізсіз атпаған ай жақсылыққа кеуделер жақсылыққа күпті болсын. Өстер ұрпақ оқушылар мықты болсын. Кеше ғана қабылдаған ата заңын, конституциямыз жаңадан құтты болсын. Бар. Әлі жарқыраймыз. Жақсы, енді айтысты осымен түйіндейік. Осымен айтысымыз тәмам. Финал болмай ма не финал? Жоқ, финал болмайды деп шешіп отырмыз. Келер жылы финал болсын ба? Болсын. Көрермендер финал болсын деп жатыр. Болсын. Онда қазір мен қазір алқасына микрофона барып берейін. Мүмкін финал болып жатыр. Жақсы, қазір алқасының шешімін тыңдап келдім. Қазір әріптеспіз, еңбегіңді бағалаймын, шәкірттерді білім беріп, өнерменен жағалаймын. Бастауыштаққа әріппен бастап тәрбиені, бала жүрегіне үміт беріп біліммен саралаймын. Игагай, Алдарыңа тағы да шығып тұрмыз. Өлең сөзді ойымыздан өріп тұрмыз. Қайта айттыңыз ғой бастауыштан екеніңді көріп тұрмыз. Бастауыштың әр қызы қияқты ғой. Білген адамдарға әрқайсысы ұятты ғой. Мен де мына Балбұлақ бастауышта сабақ берем. Әр сөзі бұлардың бір қияқты ғой. Айналайын басқалары жүрген кезде маған жанашыр қосылады. Бастауыш менің нағашыларым сияқты ғой. Бастауыштың бірлестігі. Міне биыл екінші рет бас жүлдені алып жатыр бастауыш. Және 10 мың теңгелік сертификатымыз бар. Қазақтың бірлестігі атынан. Құтты болсын. Осы сайыс басталған кезде бірлестіктерді жинаған кезде жеке осы сайысты айтқан кезде айтқанбыз, кубокты енді қай бірлестік алады екен дегенде бастаушыны біз бермейміз деген. Жарайсыздар бастауыш бірлестігі. Сөз yerінде тұрды. Жарайсыңдар бастауыш бірлестігі. Құтты болсын. Гүлжан сөзіңде тұрасың келесі жылы. Және де бүгінгі
атынан шағын ғана сыйлығымыз бар. Соны табыстауға рұқсат етіңіздер. Жаңа Маржанға ұстатып жібердік қолына. Келесі кезекте Нұрбекке. Нұрбек, жарайсың. Келесі Нұрсұлтан ұстазға. Нұреке. Нұреке, жарайсың. Доктор Нұрсұлтан екен 1 граммды бөліп алғансыз. Құтты болсын, Нұрсұлтан. Келесі әріптесіміз Есімге. Құтты болсын, Есім. Келесі сыйлығымыз бір отбасынан шыққан өнерлі жұптар, ерлі-зайыпты Дауыл ағай мен Алтынкүл апай ұстаздар.